Дауыссыз дыбыстар өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырап шығуынан пайда болады. Олар үн мен салдырдың қатысына қарай жасалады. Қатаң дауыссыздар тек салдырдан тұрады. Ұяң мен үнді дауыссыздарын айтқанда үн мен салдыр қатысады. Ұяңда салдыр басым болса, үнде үн басым болады. Қазақ тілінде 19 төл дауыссыз дыбыс бар. Олар Б, Г, Ғ, Д, Ж, З, И, К, Х, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, У және Ж. Дауыссыз дыбыстардың жіктелуі. Қатаң дауыссыз дыбыстар, ұяң дауыссыз дыбыстар, үнді дауыссыз дыбыстар болып үшке бөлінеді. Қатаң дауыссыздар К, Х, П, С, Т, Ш, ұяң дауыссыздар Б, Г, Ғ, Д, З, Ж, үнді дауыссыздар И, Л, М, Н, Ң, Р, У. Демек, есте сақтаймыз, қатаң, ұяң, үнді үшеуі де бізде дауыссыз дыбыстар қатарына жатады. Тіл білімі YouTube арнасына жазылуды ұмытпаңыз.